Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға осындай өте нәзік әрі жұмсақ, үлпілдеп тұратын пирожки жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Мен пирожкиларды духовкада пісірдім. Сіздер егерде қаласаңыз, майға қуырсаңыздар да болады, өзіңіздің қалауыңызбен. Алдымен ыдысымызға міндетті түрде жылы суымызды және де жылы сүтімізді құямыз. Қыздар, қамырымыз тез көтерілу үшін осылай жылы су, жылы сүт қолданамыз. Содан соң 2 жұмыртқаның ақ-уызын және де 1 ас қасық қант, содан соң 1 қасық тұз және де дәміне қарай 1 қасық, 1,5 қасықтай тұз қосамыз. Дәмін қатты тұзы жоқ немесе көп болып кетпесін, дәмін қарап көретін боламыз. Барлығын салғаннан соң осылайша венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және де қыздар, біз бұл жолы таразының көмегінсіз стаканның өлшемімен жасаймыз барлығын. Және де осы біздің сұйық қоспамызға 6 стакандай ұн кетеді. Осылайша бөліп қойып, егерде қыздар, менің қамырым жұмсақ болмайды деген қыздар, сіздерге қазір бір жолын көрсетемін. Осылайша бөліп салып, алдымен осы венчиктің көмегімен және де кішкене қоюлана бастағанда қасықтың көмегімен араластырып, соңында ғана қолмен илесеңіздер жұмсақ болып шығады. Бұл қыздар тек жұмсақ қамыр илей алмаймын деген қыздарға арналады. Осылайша жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Қыздар, ұнды салған кезде біздің массамыздың, қамырымыздың көлеміне қарайсыздар. Әркімде ұн әртүрлі болып кетеді. Біреуде 6 кружка немесе біреуде 5-7 кетуі де мүмкін. Сол үшін де қамырымыз қатты тығыз болып қалмау үшін орташа тығыздықта жұмсақ, үлпілдек, нәзік қамыр шығуы қажет. Өзіңіз қарап тұрасыз. Және де қыздар, мен басында май құюды ұмытып кетіппін. Басында ұмытып кетсеңіз, осылай қамырыңызға 2 ас қасық майды құйып жіберсеңіздер де болады. Осылайша майымызды құйып алып, әрі қарай жұмсақ етіп илейміз. Неге қыздар, біздің қамырымыз дайын болды. Осылайша жұмсақ болып шығады. Кішкене қолға жабысып тұрса да ештеңе етпейді. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленка немесе пакет кигізіп, жылы жерге 30-40 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз. Әзірге салмасын дайындаймыз. Мен бүгін картошкамен жасап жатырмын. Картошкамызды алдын ала пісіріп алып, осылайша езіп шығамыз. Барлығын бір келке етіп езіп аламыз. Картошканың барлығын бір келке етіп езіп аламыз. Қыздар, қалауыңызша бұл пирожкиді капустамен жасасаңыздар да болады. Капустамен пиязды әдемілеп қызартып жасасаңыздар да болады. Картошкамызды езіп болғаннан соң газге пиязымызды қуырып аламыз. Майын көбірек етіп құйып, пиязымызды қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Дайын болған пиязымызды осылайша ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмасын бөлек ыдысқа бөліп алып суытып қойсаңыздар болады, немесе осы ыдысында салқын жерге салып, біздің қамырымыз дайын болғанша суытып қоямыз. Мінекей қыздар, біздің қамырымыз да дайын болды. Осылайша өте биік, өте әдемі, жұмсақ болып көтеріледі. Осылайша дайын болған қамырымыздың үстін қатты баспай, столымыздың үстіне май сеуіп, столдың үстіне қойып аламыз. Қамырымызды столдың үстіне қойып, және де қыздар, қамырды қолданған кезде қатты мыжып тастамаймыз. Осылайша жеңіл түрде барлығын осылай столдың үстіне орналатып аламыз. Және де қыздар, барлығын бөліктерге бөліп шығамыз. Көз мөлшерімен бөлсеңіздер немесе таразының көмегімен бөліп алсаңыздар да болады. Мен барлығын 80 граммнан жасаймын, қыздар. Орташа көлемде шығады. Егер үлкен етіп жасайым десеңіздер, 100 граммнан жасасаңыздар да болады. Қазір мен сіздерге соңында піскен кезінде 80 грамм мен 100 граммның айырмашылығын көрсететін боламын. Қалай болып пісетінін. Барлығын осылайша бірдей етіп жасап, бетін жауып қоямыз. Қыздар, қамырды қолданып жатқан кезде бетін жауып отырамыз, беті қатып қалмас үшін. Қыздар, менің каналым ұнап жатырса, лайк басып, пікір қалдырып, және де пайдалы болса,
тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы рецепттерді шығаратын боламын. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Барлық қамырларымызды осылайша бөліктерге бөліп, бетін жауып қоямыз. Қыздар, біздің бұл қамырымыздың бетін жауып тағы да көтерілуге қоюдың қажеті жоқ. Осының өзінде өте үлпілдек, нәзік, әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Сол себепті бірден ары қарай жасай беріңіздер. Жаңағы суыған салмамызды алып, және де қамырларымызды осылайша жайып, пирожкидің көлемін жасап шығамыз. Қамырды жұқа етіп жасай беріңіздер, өйткені біздің пирожкиларымыз үлкен болып, биік болып көтерілетін болады. Сол себепті жұқа етіп жасай беріңіздер. Осылайша екі қамырды біріктірген кезде біріккен жерлерін қаттырақ басамыз. Қыздар, осылай кішкене үстінен басып, екі жанын осылайнан кішкене басып кіргізіп қойсаңыздар да болады. Қыздар, міндетті түрде екі қамырдың біріккен жерін қаттырақ басатын боламыз. Мұнда мен қазір 100 граммға біреуін жасаған болатынмын. Қазір піскен кезде көру үшін 100 граммнан алатын болсаңыздар, қамырды жұқа етіп жайыңыздар, өйткені қатты көтеріліп кетеді екен, және де қатты үлкен болып кетеді. Қыздар, пирожки жасаған кезде қамыр жасаудың қатып қалған бір заңдылығы жоқ. Әртүрлі етіп, тіпті сүтте ештеңе де қоспай, құр судың өзіне жұмсақ етіп, илеп те жасай беруге болады. Сол себепті пирожкидің қамырын жасағанда қатып қалған заңдылық жоқ. Барлығын ең бастысы жұмсақ етіп илесеңіз, сіздің пирожкиларыңыз жұмсақ, әдемі болып шығатын болады. Осылайша барлығын жасап аламыз. Дайын болған пирожкиларымыздың бетіне жаңа біз 2 жұмыртқаның ақ уызын қостық қой, содан қалған сары уызын жақсылап араластырып жағып шығамыз. Егер қаласаңыз, кішкене сүт қоссаңыздар да болады. Барлығына осылайша жағып, қалауыңыз бойынша кунжут сепсеңіздер де болады. Және де қыздар, пирожкиларыңыз осылайша ерекше болып көрініп тұрсын десеңіздер, пышақтың көмегімен осылай сызықтарды басып шықсаңыздар болады. Қыздар, кеспейміз, тек қана үстінен қаттырақ етіп басып шығатын боламыз. Сол кезде кішкене ерекше, әдемі болып көрініп тұрады. Дайын болған пирожкиларымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қыздар, пештің қызуын, градусын өзіңіздің пешінің ыңғайына қарай қоясыз, өйткені пеш әркімде әртүрлі қызады. Мінекей қыздар, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Қазір мен сіздерге 80 грамм жасаған пирожкиларымыз осылай орташа көлемде болады. 100 грамм кішкене үлкенірек болып кетеді. Қалауыңызша 80-100 граммнан жасай берсеңіздер де болады. Осылайша біздің қып-қызыл болып, әрі өте әдемі, нәзік, жұмсақ, ең бастысы үлпілдеп тұратын пирожкиларымыз дайын болды. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Қыздар, видеоларым ұнап жатса, маған қолдау білдіріп, лайк басып және пікір қалдырып, каналымды қолдап тіркеліп отырыңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.